негізі бұрын журналистер өте танымал болды да. Өйткені олар өте көп адамды, жұмысына байланысты өте көп адамды таниды, әр саладағы адамдармен араласады деген сияқты. Қазір бұл уже екінші планға асырылып қалды да журналистер. Өйткені олардан гөрі жаңағы танымалдығы жоғары адамдар пайда болды. Блогерлер дейміз, вайнерлер дейміз. Мен мысалы өткен жолы 7 миллион подписчигі бар бір блогерларды біліп таңғалдым да. Өйткені қарап, тіпті мен ашып, ерінбей бірнеше уақытымды бөліп, бірнеше күн уақытымды бөліп, олардың не жасайтынын қарадым да. Сонда ол алып баратқан ештеңке емес, бірақ та уже сондай өте қатты танымал. Оларды бәрі біледі. Сосын олардың әр қимылын, әр әрекетін бәрі біліп отырады деген сияқты. Ал енді танымал адамдар дегенде бір қоғамда салмағы бар адамдар деп қарау керек сияқты да. Жаңағындай мысалы енді осылай бөлу керек. Иә, енді кішкене салмағы бар адамдар. Сосын қоғамдық пікір қалыптастырушылар десек, олар тағы да көбінесе блогерлар жағына кетіп қалады да. Ал енді қоғамда салмағы бар адамдарде мысалы бұрын бәрібір кішкене тенденция басқа болды. Мысалы мен 2002 жылдан бастап Жас Алаш газетінде жұмыс істедім. Ол кезде мысалы бір қандай да бір оқиға болса, бір жағдай болса, кәдімгі бір белгілі адамдар барып соған үн қосып, мысалы сол кездерде Жас Алаш депутаттармен соттасу процестері болды, сот процестері болды. Сол кездерде мысалы үлкен кісілер барып сол сотқа қатысатын. Мысалы Қалихан Ысқақ сияқты, Әшірбек Сығай сияқты кісілер, Қабдеш Жұмаділовтер мысалы Жас Алаштың соттарына барып, кәдімгі сот отырысына қатысып деген сияқты. То есть бұл да қысымның бір түрі ғой, сотқа қысым, қоғамдық пікірге қысым. Но бірақ олардың сол бір тұлғаларының өзімен жаңағындай бір басып отырғандай болатын да. Сосын сол кезде мысалы бір дөңгелек үстел деген сияқты сондай нелер жасасақ, бір жолғының өзіне кәдімгідей бір қазір қарасам, енді қарағайдай деп айтатындай кісілер келеді екен да. Мысалы бір ғана біздің бір талқылауымызға мысалы Әшірбек Сығай, Дулат Исабеков, Мәмбет Қойгелді, Дос Көшім, Нұрлан Ерімбетов сияқты кәдімгі бір 7-8 адам келіп, кәдімгідей бір пікірі өтімді адамдар, қазіргідей әлгі бүргім мына жағада жүрген адамдар емес, кәдімгі ойын айтатын, көзқарасын айтатын адамдар болғанына таңғалдым да. Қазір ондай нәрсе бәрібір қалып бара жатыр. Сосын ол кезде ғалымдардың несі жоғарырақ болды жалпы. 2000 жылдары әсіресе, енді мен одан бұрында ол солай болған шығар, бірақ мен журналистикаға келген уақыттарда ғалымдардың бәсі кішкене жоғары болды. Мысалы сол уақыттарда Сәлім Құрманғожин, Салғыз Иманов, Нашыбай Шайкенов сияқты кісілердің кәдімгі пікірлері айтылып, енді 90 жылдардың соңында мысалы Нашыбай Шайкеновтың пікірлері айтылып, сол кісілерден бір сұхбаттар шығып, бір қоғамдық маңызы бар мәселеде сол кісілердің үніне адамдар құлақ түретін кәдімгідей. Сіз өте дұрыс диагноз қойып отырсыз да. Бұрын сондай кісілердің ақылы толысқан, білімді кісілердің артынан еруші еді қоғам депші. Ал қазір қалаулымға қатысқан бір кісі медицина саласына қатысты өзінің көзқарасы білдірсе, сол көзқарас дұрыс деп, сен шындықты батырып айттың деген сияқты бір ой түйетін қоғамда өмір сүріп жатқан сияқтымыз да. Сондай бір көрініп кетеді. Енді бірақ ол кісілердің кезінде сіз айтқан тұлғалардың бір сәлде болса жауапкершілігі болды да. Сәлде болса дегенім дұрыс емес болды деймін негізі. Жоқ, ол кісілердің как раз таки жауапкершілігі мықты болды. Мысалы кейбір кездерде, мысалы Зардыхан Қинаятұлы сияқты кісілерге біз хабарласып, осындай бізде заң жобасы талқыланып жатыр, мынандай болып жатыр, соған пікіріңізді айтасыз ба десек, ол кейбір сондай үлкен кісілер айтатын, мен алдымен қазір зерттеп оны білейін, бұл не жағдай, сен маған түсіндіріп берші деп, содан кейін барып қана пікірін айтатын. Қазір бізде өте жылдам да, ақпараттың ағыны деген қатты, қазір мына жерден бірдеңе келеді, оны толыққанды әлі ешкім түсініп жатқан жоқ. Мысалы қазан айында балаларға вакцина салу басталады деді. Ойбай, біздің балдарымызды мектепке апарады екен да, тығып алдап ауыздарына құйып жібереді екен
деген сияқты. И соған сеніп адамдар енді мектепте манту салатын болса да ата анадан неше рет рұқсат сұрайды да, салдырасыз ба, салдырмайсыз ба, кім салдырады, кім салдырмайды. Ол бір мантудың өзі, манту деген ол ештеңке емес, ол жаңа туберкулезді анықтау үшін бар ма жоқ па балдардың несін білу үшін ғана салынатын проба. Сол пробаның өзіне мысалы рұқсат сұрайды да. А бізде алады да адамдар деген, ойбай қазір мектепке барса алдап ауыздарыңды ашпаңдар, ауыздарына құй жібереді екен, типа антисептикпен, мұрындарына шашады екен, антисептик шашып жатырмыз деп шашып жібереді екен деп, и соны кәдімгідей бір мынандай бір кәдімгі салмағы бар сондай кісілер, бұл не сұмдық, халықты қырайын деп жатыр деген сияқты айтып отырады да. И сосын жаңағыдай қазір жалпы кеше ғана мен как раз бір сондай пост жаздым да инстаграмда. Алдыңғы күні кешке жақын мен бір кездейсоқ теледидар қосып қалсам, как раз әлеуметтік желінің бәрі істемей қалды ғой, сосын теледидар көру мәдениетімізде жоқ қой енді, сосын қоса қояйын деп қоссам, Дурная слава деген бір фильмнің соңғы жағы болып жатыр екен. Тура осы әлеуметтік желі үшін бәріне дайын жаңа не болса да істейтін адам да. Сосын менің ойыма бірден біздегі сондай оқиғалар түсті да. Сонда жаңа бізде адамдардың бір жақсы, ойбай, сен мықтысың, сен күштісің деген бір мынандай қолпашы үшін ғана адамдар любой нәрсені айта салады да. Білесіздер, бізде бір ақын ба, композитор ма, Қайнар Алагөзов деген бар екен. Адамдардың коронавируспен ауырып жатқан депутаттар бар, біраз адамдардың мыналардың ешқайсысына сенбеймін, бұның бәрі өтірік, ондай ауру жоқ деп, сондай жаза бастады да. То есть той жоқ болып, кішкене тірліктері тоқтап қалған кезде әншілер, блогерлер олар саясатқа араласа бастады да. Сосын қайтадан жағдайлар дұрысталған кезде олар уже ондай кезде олар мен әншімін, мен өзім жұмысымды істеп жүрмін, мен ондай мәселелерге араласпаймын деп айтады да. Олар бір қоғамның мүшесі ретінде пікірін сұраса, олар көбінесе солай айтады. Ал мына жағдайда өзіне кішкене тиімсіз болған кездерде олар әртүрлі нәрселерді айта бастады да. То есть бұл нені көрсетеді? Адамдардың ешқандай жауапкершілігі жоқ екенін көрсетеді да. Сен мысалы бір нәрсені айтсаң, оның артында сенің жауапкершілігің бар деген сөз. Мысалы, мен өзімде жаздым да, бастапқы кезде. Мен адамдарға сендер вакцина алыңдар, алмаңдар деп мен айта алмаймын деп та. Өйткені ол әр адамның өзінің жауапкершілігі болу керек та. Мен мысалы, менің айтқаныммен барып, біреу бірдеңе істесе, мен одан қатты қорқар едім. Бұған қатысты менде бір жақсы кейс бар. Осы 4-5 жыл бұрын, қателеспесем, Асхат Садырбай деген журналист бар. Тележүргізуші ма, журналист па, в общем, сол жігіт мен достығымда жоқ, бірақ каким-то образом біреулер бөлісті ма, Фейсбукта маған жазбасы шықты да. Баспана аламай жүрген қазақтарға осындай бізде бір кооператив шығып жатыр. Жақын арада баспана алып болуға мүмкіндік береді. Мен өзім осы арқылы баспана алайын деп жатырмын деген. Сосын енді менің айналамда жастар көп та, баспанасы жоқ жастар көп. Сол себептен мен енді біреуге болмаса біреуге көмек болсын деп ойладым да. Сосын бірден жаңа бөлісіп, осындай мүмкіндік бар екен, қарастырып көрерсіздер деп жаза қойдым. И дереу менің құрбым Жанна Карчиганова жазды да, несін бұндай сенімсіз нәрсен бөлісесің, ертең саған сеніп, біреулер барып ақшасын салып алданып қалса, кім жауап береді деді да. Мен бірден буквально 5 минут шығар, ары кетсе 10 минут мен жазбаны өшіріп тастадым. Сосын одан кейін бір жаңа кім Асхаттың жазбасында бір 2 адамның аты жөнін жазған, осы нөмірлерге хабарласыңыздар деп. И сосын буквально 1-2 апта ма 3 апта өткеннен кейін Асхат Садырбай Гала көтер трубканы деп жаңа сондай бір истеричный жазбалар жариялай бастады. И сол кезде сол кооператив алдап кеткен болып шықты да. Сосын жаңағы елдер Асхат Садырбайға жаза бастады. Сізге сеніп, біз ақша салдық деген кезде ол, мен сендерге сал деген жоқпын деді да. Мен сал деген жоқпын деді. То есть ол мен просто өзім ақпарат ретінде жарияладым дегенге келтіріп тұр да. Бірақ адам өзінің жауапкершілігі бар екенін сол кезде мен бірінші рет өте қатты ойландым да. Даже кішкентай бір нәрсені жазсаң да ойланып барып жазу керек да. Өйткені енді оған дейін де білетін едік қой, бірақ та сол оқиға маған өте үлкен сабақ болды. Мен уже қазір тіпті біреу көмек сұраса да тексеріп,
оның кім екенін, қандай екенін солайға мән беретін болдым да. Өйткені шынымен де андай көп жағдайлар болды да, сондай бірінен кейін бірі как раз сондай жағдайлар көп болып кетті. Сонда айтайын дегенім, мына адам менің мысалы Фейсбукте 1000-ға жетпейді френдтерім саны, менде жабық аккаунт, менде жазылушы жоқ. Соның өзінде мен сол өзімдегі жаңағы 1000-ға жетпейтін досымның 95%-ын өмірде 100/100 танимын. Сондай адамдарда даже соның өзінде мен бір нәрсені жазуға қорқатын болдым да. Өйткені әсіресе денсаулыққа қатысты, адамның өміріне қатысты бір нәрсені жазуға кәдімгідей ойланатын болдым. Неге? Өйткені ол жерде жауапкершілік. Яғни әсіресе қоғамға біреуге зияны тиюі мүмкін нәрседе мен мысалы мойныма жауапкершілік алмас едім. Ал бізде былтыр білесіздер, кәдімгідей 25 000, 100 000 жазылушысы бар адамдар. Коронавирус жоқ, жүре беріңдер, маска да тақпаңдар. Қазірге дейін айтып жатқан адамдар бар. То есть жаңа мен балаларыма намордник тақпаймын, мен балдарым еркін болу керек деген сияқты. Соған молодец, сендер жаңа бір демократ, еркін, қалай дейді, жаңа бір бостан адамдар сияқты қылып көрсетіп жатқан жағдайлар бар. Бірақ та шын мәнінде ол сол адамдарға сеніп қаншама адам сол сондай әрекетке барып жатыр деп қарау керек та. Даже мен өзімнің араласып жүрген көп адамдарға кішкене бір ренжіген де жағдайым болды осы коронавирус пандемиясының кезінде. Мысалы тойға тығылып тойға барса, онда суретін сап қояды, или бір қонақ шақырса да, енді ешкім қонақ шақырмай үйінде тығылып отыр, ешқайда бармай отыр деп ойламаймын. Адамның бәрі барып жүр ғой, бірақ кішкене жауапкершілік болу керек та. Сен мына жерде қонақ шақырып үйіңде 20 адамды күтіп атсаң, ана жақта нетіп жатсаң, сосын ана елдің бәрі жүр ғой, дымда болмай-ақ біз де барайық деген бір неге жол ашпау керек та. Әркімнің иығында басы бар, ол бөлек мәселе, но бірақ біз бәрібір біреуге қарап әрекет ететін, біреуге қарап барып тірлік жасайтын менталитеттегі адамдармыз. Мен өзім 1,5 жыл бұрын ютубта канал аштым. Сөйттім де жоққа шығару науқанын бастадым. Оның ішінде пышақпен вирус шығып кеткен фейктер өте көп. Және солардың бәріне, жоққа шығарған ақпараттардың бәрін қоғам екі-үшті қабылдады да. Сен билікке сатылғансың, сен тек атақты адамдарға жармасып, солар арқылы хайп жинап жүрген адамсың деген сияқты. Әрине, хайп деген екі-үшті сөз, енді бір жағынан жаман, бір жағынан жақсы деген сияқты. Көбірек адам мені білсе, мен дұрыс ақпарат таратып, жоққа шығарып, оларды бір қауіптен аман алып қалармын деген бір сенгіш ағадал пейіл болды. Бір жағынан онда сен атақты болып аласың деген сияқты кішкене көре алмаушылық дейміз ба, әлде мойындамаушылық дейміз ба, сондай дүние кездесті. Бірақ ішінде ең жаман дүние екен, адам өзі бір нәрсені ойлап жүрген кезде күмәнданып әр нәрсеге. Өзінің көсем санайтын адамы, мысалы, ол квнщик болуы мүмкін, ол әнші болуы мүмкін деген сияқты. Сол айтып қалған кезде ойындағын дәл тапқандай мен де осыны ойлап жүрген едім деп, оны бір шындық, рас нәрсе екен деп ойлайды да, оны енді өзінің ойынан, райынан қайтару өте қиын екен. Мысалға, аты жөнін айтайық, Алтынай Жорабаева. Ол кісі мектепте бір әйел ұрысып жатқан видеоны таратты. Ол жерде дезинфекция жұмысы жүріп жатқан екен. Енді әрине хлор сеуіп жатқан кезде балалар сыртта болу керек, ол кірмеу керек. Бұл бір қауіпсіздік ережесі. Бірақ соны енді қалай дейсіз ғой, қалай айналдырып келеді. Ойбой, бұл деген сұмдық. Әдейі балаларымызды осылай мына билік улап жатыр. Енді менің бір түсінбейтінім, сол кісі жалған ақпарат таратып отыр. Ой, бұлар енді бұлай ақтала салады ғой деген сияқты. Енді как раз өткен жолы сана бағдарламасында пост шындық туралы болды. Сол жерде мен айтқам, өтірікте ереже жоқ деген. Өтірікте ереже жоқ. Кез келген формада саған қалай ыңғайлы болса, сен солай қылып айта аласың. Сосын өтіріктен адам, мысалы, адам жанына да ең ауыр тиетін нәрсе ғой. Саған бір өтірік бір жала жапса,
саған біреу бір өтірік бір нәрсені айтса, сен оны өте ауыр қабылдайсың да. Ал енді өзіңнің шынымен де жасаған косягың үшін біреу соны кішкене басқаша айтып жатса, даже ол кішкене бұрмалап жатса да, сен оны бәрібір өзімнен де бар ғой деп ішкі ойың бәрібір болады да. Осыны сол кезде біліп едім, осыны алдына шығатынын сол кезде өсти салу керек еді, осыны өстейтін біліп едім деп қарайсың да. Ал енді жоқтан сені нақақтан күйдіріп жатса, сен уже не деп жақталуды білмей қаласың ғой. Тура сондай нәрсе да. Бұл жерде ереже жоқ. Әркім өзінің көргісі келген нәрсесін көреді. Тек қана солай. Сосын мысалы енді үлкен кісілермен кездесеміз, сөйлесіп қаламыз. Сосын енді әңгіме болып кетеді, сосын айтамыз ғой, түсіндіріп, бұл осылай, бұл мынандай десең, ол солай екен ғой, біз соны дұрыс түсінбей жүрдік қой енді, білмедік деп айтады да. Ал енді соның орнына мысалы, мен барып, жоқ, бұл вакцинаны салдырмаңдар, бұл деген сендерді шіп салып жатыр, миларыңды қатырып жатыр десең, онда уже бірден ол адамдар мынау осылай екен деп кетуі мүмкін да. То есть сол моментте оларға кім дұрыс ақпаратты айтты, кім жақсырақ соларды көбірек ойлады, соған байланысты кетеді да. Сосын жаңағы енді Алтынай Жорабаева деген, енді өмірімде осы Алтынай Жорабаеваның вообще жалпы бір мәселеге қатысты бір пікір айтатын адам екенімді білмеппін. Осы коронавирустың кезінде әйтеуір аяқ астынан қайраткерлік ұстап кетті ғой. Және мен ойымша сол адамдар жаңағындай тағы да жауапкершілік түсінбейді, біріншіден сезінбейді. Сосын екінші жағынан ой, сіз кереметсіз деген бір неге алданатын сияқты. Сол нәрсеге осылай ғой деп. Мысалы былтыр Қайнар Алагөзов те сөйтті. Мен бұлардың ешқайсысына еще бір жаман сөздері бар, өліп қалса да бұларға мен сенбеймін деген сияқты, сондай бір сөздер болды да. Ғадауат тілі. То есть адамдар сондай мысалы Алтынай болсын, Нұрболхан болсын, сондай адамдарға ереді, солардың айтқанына тыңдап, және ең қауіптісі, мысалы олардың жазылушылары көп қой. Бәленбай 100 000 адам оқып отыр. Көбі үйде отырған әйелдер, қарап отырғаннан кейін балалы әйелдер көбі. Мектепте баласы оқитын әйелдер, олар әлбетте бірден оған сескенеді. Сіз айтқандай, ойбай, ол шынымен сондай екен ғой деп ойлауы мүмкін. Енді адамда жалпы кез келген нәрсеге сыни пайым дейміз ғой, сыни ойлау, сын тұрғысынан қарау болса, онда уже бізде көп мәселе өз-өзінен шешіледі. Айтады, ойбай, улап жатыр дейді. Енді уласа осы ауаны бәріміз жұтып жатырмыз ғой, олар бір өздеріне бөлек бір ауа деген, енді су болса мысалы айтуға болар еді, олар бөлек суды үйінде фильтрден өткізіп ішіп жатыр екен деп. Нан болса олар бір бөлек жақтан оны әкеп жеп жатыр екен. Ойбай, етті де олар жарайды, бір сұмдық ет жеп жатыр екен, асыл тұқымды малдың етін деп айтсақ болады. Ауа деген біреу ғой, ол ауа біреу. Сол ауаны мен де жұтам, сіз де жұтасыз, әкім де жұтады. Енді мектептің мұғалімдері, олардың бәрі ана. Олар да ата-ана, олардың да балалары бар. Не олар барып сол балаларды улатып қойып қарап отырмайды ғой. Сосын бізде адамдар бір элементарный нәрселерді білмейді деп айтсақ, енді барлық көпшілікті бір ақымақ көргендей боламыз, бір мән бермейді ма деп ойладым да осы ненің кезінде. Мысалы айтады да, олар егер ол зиянсыз болса, неғып олар өздері оранып алған дейді да. Енді ол целый день күні бойы химикатпен жұмыс істейді. Үйіңде белизнамен унитаз жусаң да қолыңа перчатка киіп жуасың ғой. Енді оның жанында ол деген таңертеңнен кешке дейін сонымен айналысатын адам мысалы да. Сосын алдымен қазір ересектерді улап жатыр екен, сосын пенсионерлерді, сосын балдарды улайды екен. Енді білмеймін, енді бір былай айтқан кезде ақылға сыймайтын нәрселер ғой, бірақ осындай нәрсені таратып жатқан адамдар, олар бірінші кезекте ертең сол адамдардың біреу ауырып қалса, біреу шынымен маған сеніп, күтінбей жүріп қалса, менің нем қандай дегенді де ойлап қою керек. Сол жауапкершілік тұрғысынан алғанда, мен мысалы Саят Медеуовке қатты риза болдым. Былтыр бір аз уақыттың ішінде ата-анасы бірдей қайтыс болды ғой, сол кезде Саят Медеуов жазды. Мен сіздердің көңілдеріңізге ризамын. Маған көңіл білдірем деп, менің қайғыма ортақтасам деп келіп, өз үйлеріңізге қайғы алып барғандарыңызды қаламаймын деп жазды да. Сондықтан маған келмеңіздер деп жазды да. То есть мен сіздердің менімен бірге екендеріңізді білем.
көңіл айтып үйтіп маған келмей ақ қойыңыздар дегенді прям ашық жариялады да. То есть адамның жауапкершілігі, ол ең жақын адамнан айырылып отырған адамның басқаларды да сондайға бармас екен, сондай болмас екен, менің басымда қайғысының басына келмес екен деген бір жауапкершілігі. Бұны өте былай бағалау керек деп ойлаймын да, бұндай адамдарды. То есть Саят та әнші, Алтынай да әнші, екеуінің айтып отырған, істеп отырған тірлігі былай қараған кезде мүлдем екі басқа да. Сонда жаңағы нәрсені жаңа айту. И сосын біздің журналистердің арасында да өте көп болды. Жаңағы біздің Оңғар Қабден деген әріптесіміз, енді атын атап айта берейік. Өткен жол айтады, мысалы Шығыс Қазақстанда дейма, Семейде вируспен шашып вертолетпен шашып жүрген жерінен ұстап алыпты дейма, жаңа көріпті дейма. Мысалы Алматының үстінде вертолет үнемі ұшады. Алматы таулы аймақ болғанымен бұл жерде сел қаупі бар. Бізде селден қорғау деген арнайы мекеме бар. Олардың мониторинг тобы, олар күн сайын, 2 күн сайын, 3 күн сайын жоспарлы түрде облетқа шығады. Енді соны да көріп біз вертолетпен вирус шашып жатыр деп қарауымыз керек па? Бірақ ондай адамдар өте көп адамды адастырып жатыр. Мысалы қазір қарасаңыздар, бір көзі ашық деген, саналы деген адамдардың өзі өзі үшін үгіттемей ақ қой, сен қоғамды үгіттемей ақ қой, елді үгіттемей ақ қой, бірақ өзің үшін, өзіңнің отбасың үшін неге вакцина алуға болмайды? Мен мысалы жастардың арасынан көп байқадым да, ой жаңағы алмадым, пока күтіп жүрмін деген сияқты. Бір білмеймін, сенімсіздік па, немқұрайдылық па, сосын енді өздерінің әке-шешесін, бауырларын, мысалы вакцина ала алмайтын адамдарды ойлау керек қой, олардың да алдындағы жауапкершілік сезіну керек те. Бізде кішкене осы жағы мен кемшін екенін байқадым. Бір өте белгілі адамдар коррупцияға ілініп, жаңағы нақты прям пара алып жатып ұсталған жағдайлар бар, иә. Сондай кезде бізде ой, ол деген керемет актер ғой. Ол Абайды ойнап еді ғой. Енді Абайды ойнадым екен деп ол бар паралы беру керек па, мысалы? Я болмаса осы бір қазақтың бір-бірін аяқтан тартатын қылығын-ай, көре алмаушылығын-ай, ол деген біздің бетке ұстар бір әртісіміз емес па деп айтады да. Онда әртістердің бәрі заң бұзсын. Онда бәрі барсында пара берсін, пара алсын, заңсыздық жасасын. Или болмаса, мысалы, жол апаты болады, иә. Кім ондай істемей жатыр деген сияқты да. Осы нәрсе дұрыс емес. Кеңес өкіметіндегі бір жағдай есіме түсіп кетті да. Соғыстан келген адам, мысалға, енді оған қандай марапат берсе де жарасады ғой деп, марапаттың ең биік шыңын ешкім ойлап таба алмаған ғой енді. Бір орден беріп, үй беріп, одан басқа не істейміз деген кезде әзіл шыққан екен де. Бұның 3 адам өлтіруге қақысы бар деген сияқты. Тура сол сияқты болып отыр да. Осындай нәрсені жалпы қоғам кішкене қалай дейміз, енді бір презирать етпесе де, оның дұрыс емес екенін айтатын адамдар болу керек. Олар азшылық болуы мүмкін, оларға қысым болуы мүмкін, бірақ бәрібір бір елдің сүйікті адамдары, ол қандай керемет сүйікті болса да, оның ол еңбегін ешкім жоққа шығармайды. Абайды ойнағанын, оның актерлігін, оның әншілігін біз мысалы қазір айтып отқан жоқпыз ғой, Алтынайды тыңдамаңдар, Алтынайдың әндері нашар деп отқан жоқпыз. Әндері жақсы, дауысы керемет, бірақ оның қазіргі істеп жатқан тірлігі, қоғамды адастыруы, оған басқаша баға берілу керек та. Осы тұрғыдан мысалы кішкене ол адамдарға басқаша қарау керек деп ойлаймын. Мысалы өткен жолы мысалы Тұрсынбекке қатысты дау болғанда біреулер деген осы қазақтың осы аяқтан шалып көре алмаушылық деп, сосын ол Тұрсынбекпен түскен суреттерін шығара бастап та, бір қоғамға деген бір давление жасағылары кеп, не істеп аласыңдар, және өте бір өкініштісі, мен бір сыйлайтын, өте жақсы көретін керемет білімді сондай ағаларымыз, замандастарымыз сол Тұрсынбекпен түскен суреттерін салып сөйтіп жатты да. Бұндай нәрсе жалпы адамдардың, бүкіл халықтың демей ақ қояйын, белгілі бір адамдардың осыған саналы түрде қарай алатын, осындай нәрсені ауыр қабылдайтын адамдардың наразылығын тудыратынын ескеру керек та. Мысалы, егер бізде мысалы бір сыныпта 30 бала бар, 30 баланың 3-інің ғана ата-анасы ақша беруге қарсы болса, біз сол 3 ата-ананың сезімін сыйлауымыз керек та. Олардың өйткені заңға бағынамын мен,
осындай заңсыздыққа жол бермеймін деп сондай көпшіліктің алдында сүйкімсіз болып сондай өздерін жертва болып отырғанын бағалау керек та. Бізде керісінше оларға жабылып жаңағы табалап деген сияқты айтып кетеміз да. Осындай нәрселер бізде жаңағы айтады ғой, жаңа мысалы кезінде Сулпакта болды, ағашқа байланысты, ойбай елдің бәрі Сулпакқа бармай, вот сондай болу керек деп ойлаймын да. Мысалы ол да біздікі уақытша болды деп ойлаймын, артынан кейін Сулпакқа қай уақытта барсаң да адам толып жүреді. Жалпы жаңа айтып кеттіңіз, ақпаратты жеткізгенде де артында жауапкершілік болу керек деп. Бірақ қазір негізі бұрын ақпаратты жеткізетін журналист деп қана қабылдайтынбыз. Қазір бұл өзгерген сияқты, жаңа өзіңіз де айттыңыз, бірнеше мың оқырманы бар блогерлер деген сияқты. Яғни журналистер мен блогерлердің арасында бір кәдімгідей айырмашылық байқалды да, блогерлердің сөзі өтімдірек болды. Өтімдірек қазіргі таңда. Бұған бір қоғамды да кінәлап керек емес сияқты. Енді бұл жерде мынандай ғой, әлеуметтік, интернеттің дамуы, әлеуметтік медианың келуі, әлеуметтік желінің жағдайды түбегейлі өзгертті да. Бұрын журналист деген бір жарты құдай болатын, қазір олар көбінесе ешкім болмай қалды, шын айтқанда. Қазір әлеуметтік желіде кімнің жазылушысы көп, кімнің аудиториясы көп, жарнама да сода, ақша да сода, барлық мүмкіндіктің бәрі сода деп айтуға болады. Әр адам қазір бір медиа болып отыр ғой. Мысалы, мен жұмыс істейтін газеттің, Ұлан газеті, балаларға арналған республикалық 90 жыл шығып жатқан газеттің таралымы 10 мың дана. Ал бұл кезде мысалы бір жақта менің бір замандасымның таралымы миллион, 6 миллион, 7 миллионға дейін барып жатыр да. Бұндай кезде әрине оның аудиторияны салыстыруға келмейді. Сондықтан бірақ екінші жағы бар. Жалпы бізде бір түсінік бар да, қалаулымның рейтингі жоғары, жұрттың бәрі қалаулымды көру керек деген сөз емес қой. Бір адамға сананы да көру керек, бір адам интеллектуалдық шоуды көру керек деген сияқты. Егер сіздің жасаған дүниеңізді 10 адам қарайтын болса, немесе 100 адам оқитын болса, сол аудитория үшін жұмыс істеу керек та. Оны азшылық деп қарамау керек. Сендер азсыңдар ғой, көппен бірге сендер де қалаулымды көріңдер. Енді сендер 100 адам үшін, 100 адам үшін біз осындай целый передача жасап отырамыз ба деп қарамау керек та. Немесе мысалы 2000 адам үшін газет шығарамыз ба, керек емес деп қарамау керек та. То есть бір нәрсені аз адам азшылық қараса да, бәрібір оған құрметпен қарау керек те. Сосын енді журналистер де қоғамға бейімделу керек бәрібір. Қазіргі жаңа заманға, жаңа дәуірге бізде бейімделуіміз керек. Бізде әлеуметтік желімен жұмыс істей білуіміз керек. Бірақ жаңағы мысалы біздің жауапкершілігіміз екі есе. Біз мысалы тексерілмеген ақпаратты егер мына жақта бір көшеде жүрген біреу таратып жатса, оның салмағы басқа, ал енді оны журналист таратып жатса, оның салмағы басқа. Екі есе ауыр. Мысалы кейде болады, мен әріптестердің чатта жаңа осындай деп жатыр ғой, мынау рас па екен деп жазады. Мен айтамын, сіз даже рас па екен деп осыны айту арқылы да сіз сенбеген сияқты отырып, уже сенімсіздік, уже жалған ақпарат таратып отырсыз. Сіз лучше соны анықтаңыз да, бұл олай емес, былай екен деп жазыңыз. Деп айтуға тырысамын да. Әлде ешқандай үн қоспай, мынау рас па? Кім анықтаған біреу бар ма деген сияқты ғана сұрақ қоюға болатын сияқты. Нейтрал. Кейде мысалы сіздің сол бір жалған ақпаратты, мысалы басқа мен мысалы көрмеген болуым мүмкін. Мысалы қазір Ардақ жариялап, мынау рас па екен деді, мен Ардақтан қараймын да, ойбай сондай болып жатыр екен, рас па екен деп қарауым мүмкін да уже. Мысалы бір адам болса да артық оны таратсаңыз, сіз ана ненің аяғын кесу үшін өзіңізден бастап оны цепочканы үзу керек қой. Цепочканы үзу керек та. Мысалы өткен жолы алғашқы мектеп басталған кезде 2 күннен кейін бір ата-ана жазды жаңағы балалардың чатына. Апай, сіз бәрімізге жеке-жеке звондап, онлайн оқисыңдар ма, офлайн оқисыңдар ма, бәрін сұрап шықтыңыз. Неге сұрадыңыз? Мына жерде акасы осындай болайын деп жатыр екен ғой. Мектепті бір ОМОН күзетеді екен, бірдеңе шығып кетті ғой. Мынау не сұмдық, біз балдарымызды алаңдап отырмыз, жіберуге қорқып қалдық. Біз ондай болса онлайнға кетеміз деп жаңа сөйте бастады да. Сосын екінші біреу, ойбай, бұл не сұмдық деп. Сосын мен бірден жаздым да, ата-аналар, бұл фейк ақпарат. Бұны жариялаудың қажет жоқ, бұның барлығы өтірік, не дегенге, әйтеуір солай болсын, біз алаңдап қалдық деп, ары қарай басылып қалды да.
кейбір кезде басылмайтын кездер болады. Мысалы, біз енді мен енді жасырмай ақ қояйын, біз журналистердің чатында оңғармен мысалы өте көп конфликт болды да, оны үзу мүмкін емес та, біз оңғарға дәлелдей алмадық оны көп нәрсені. Және соңғы жаңағы не дейді, чашамыздың неткен жағдайы жақында әріптесіміз Данияр Әлімқұлға қатысты, білесіздер, жаңағы тергеуге шақырды деді, жалған ақпарат таратқан үшін деді, басқа деді. Ол жерде де мен бірден түсіндім да, ол жаңағы 7-ші арнада шыққан сюжет үшін емес, Инстаграм желісінде таратқан ақпарат үшін мүмкін оны шынымен де шақырып сұраған болуы мүмкін. Өйткені ол жерде ол айтады, мынау арыстан әкеліп осы жерге төгілген снарядтар деген сияқты жазбалар бар. Енді олар жаңа сәйкеспейтін болғандықтан мүмкін оны шақырған шығар. Мен оны білмеймін, әлі де сұраған жоқпын, бірақ жаңа оңғар өзінің Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында сол Даниярды қорғайық деген бір жазбаны бөліскенде, ол оның бас жағына былай деп жазды: Тараздағы Байзақ ауданындағы жарылысты Данияр Әлімқұлдан көріп жатыр деп. Сонда Данияр Әлімқұлдан көріп жатыр деген сөз, Данияр барып оны жарды деген сөз. Мысалы, тура түсінсек солай. Солай деп айыптап жатқандай. Сосын сөйтіп жатыр деп. Сосын журналистердің чатына да өз Даниярдан көріп жатыр, сосын айтын, Даниярдан көріп жатыр емес, Даниярды тергеуге шақырып жатыр деген ғой. Жоқ, қазір тергеу бітіп, бәрі тергеуде ешкім жоқ, Данияр ғана тергеліп жатыр, осыны Даниярдан көріп жатыр дейді. Сосын алдымен тексерейік, тексерілмеген нәрсеге неге біз жаңағы үн қосамыз деп едік, онда өздерін тексеріп отырыңдар дейді, чаттан шығып кетті. То есть жарайды, ол енді өзінің бір несі шығар, бірақ та жалпы елді адастыруға, ән жерде мысалы бәріміз журналистпіз, Тараздағы, Жамбылдағы жарылысты Данияр Әлімқұлдан көріп жатыр деген, ол енді мүлдем басқа статья уже, мүлдем басқа нәрсе да. То есть кейде адамдар бір нәрсенің бір сөзі өзгеріп кетсе, ол мағынасы түгел өзгеріп кететінін түсіну керек та. Біз бір сөзді айтпай қалсақ, онда оның уже мағынасы басқаша екенін түсіну керек. Өйткені мен газетте жұмыс істегенде, Жас Алашта ең көп бізге келетін материал арыз шағым болатын да, ең көп. Сонда мен өте бұған көзім жетті, өйткені әр арыз шағымнан кейін міндетті түрде артында сотқа беру, қорқыту, үркіту сондай көп болды да. Неге? Өйткені адам өзіне тиімді жағынан ғана айтады да саған. Айтқан кезде, ол мысалы мен балам олардың қарызын алып қанға сатып бермей жүреді, содан келіп есік алдына келіп ұрып кетті деп айтпайды. Менің балам мен өз үйде жатқан баланы келіп үйден шығарып алып есік алдына келіп ұрып кетті дейді. Ешкім ешкімге өзінен өзіне может болуы мүмкін. Көшеде танымайсың, білмейсің, біреуді кездейсоқ жаңа айтыр тонау үшін ұрып кетпесе, жалпы біреу барып өзімен өзі барып біреуді өйтіп сабап ұрып үйінен шығарып алып деген сияқты ондай болмайды да. То есть адам, біз өзіміз баяғыда мысалы мамаларымыз айтатын еді, мектептен таяқ жеп келсе өзіңде жетісіп тұрған жоқсың деп айтатын еді. Қазір сол нәрсе айтылмайды да. Қазір біз тек қана бір жақтан ғана айтамыз. Сосын жалпы қоғамның, біздің жалпы адамдардың менталитеті, біз жәбір көрген адамды көбірек жақтаймыз да. Мысалы өткен жолғы 5 адамды атып тастаған кім еді? 5 адамды атып тастаған Дужновты мысалы дұрыс істеді деп ақтап атқандар бар. Бұл өте сұмдық жағдай. Ол мысалы адам өлтіру кім болса да, кімді болса да, және ол оған басқа шанс қалдырмаған ғой, ол біткен ғой. Ешкім оның жаңа банк деген оңбаған, Центр кредит банк өстіген, ешкім оның кредит алып төлемей қойғанын айтып отқан жоқ та. То есть сен кредитіңді алдың ба, уақытында төлесең, ондай жағдай болмайды ғой. Банктың сенде шаруасы жоқ. Сен графигіңмен, уақытымен төлеп отыр, төлей алмасаң, кейінге қалдырып отыр. Олар ондай болмаған ғой. Изначально ол кредитті төлегісі келмеген адамның тірлігі да. Мен былай оқып материалдарын қарағанда сондай көзқараста қалдым. Немесе мысалы кешегі күні бір сот орындаушыны ұрғанды дұрыс деп ақтап атқан адамдар бар. То есть насилиені ақтау, дұрыс емес нәрсені ақтау. Немесе мысалы күні кеше Астанада бір 150-ге шығарған дейді жылдамдықты да, қарсы бетке шығып 4 адам өлді, өзімен 5 адам. Соны айтады, біреудің баласы оған керемет тәрбие берген әке-шешесі, кім жылдамдықты асырмай жатыр деген сияқты бір жазба шыққан екен да. То есть
сен өзіңе қатысты болған кезде қайткенде де бір ақтау сөз аласың. табу ол дұрыс емес. Яғни барлық нәрсеге осы мынаусы дұрыс болмады ма, сол дұрыс болмады деп қарау керек та. Ойбай, оныкі мынандай деп қарай бермеу керек та. Ол қандай қоғамның, қандай топтың өкілі болса да, кім болса да, дұрыс емес әрекетті дұрыс емес деп қарау керек, және оған сондай квалификация берілу керек та. Бізде қазір дұрыс па, дұрыс емес па, ондай емес. Бізде авторитетпен, сосын таяқ жеген, болмаса бір жәбір көрген, солардікі дұрыс сияқты болып кетеді да. Ворошиловский стрелок деген. Сюжеті бойынша бір үлкен қарт кісінің қызын ба, немересін ба зорлап кетеді үш жігітті, сосын ол өзі полицейлер әділдік іздемейтінін, тергеу дұрыс жасамағанын, тергеу дұрыс жүргізбегенін алға тартады, ана үшеуін қинап өлтіреді. Және ол герой. Бұл билікке, биліктің тармақтарына, органдарға, тәртіп сақшыларына, ең соңында әділдік орнауына сенбеу, және сенбеу арқылы қылмысты, агрессияны ақтап алу. Мысалы, мен де мысалы Жас Алаш газетінде жұмыс істедім. Жас Алаш Ақ-жол партиясын, кейін Нағыз Ақ-жолды қолдады. Бірақ мен партияға мүше болған жоқпын. Даже сол кездің өзінде 2004-тегі сайлауда маған ұсыныс айтқан еді. Сайлауға сен бару шарт емес, не емес, бірақ та партиялық тізімге біз сені қоссақ қалай қарайсың деген. Сол кезде мен бірден айтқан болатым. Мен өзім әлі дұрыс көзім жетпейтін нәрсеге мен басқа адамдарды үгіте алмаймын. Сізден қайта сұрапты ғой, кейбіреулер сұрамайтын партиялар да болды. Жоқ, кейбіреулер соған наоборот кіргісі келіп тұратын сияқты мен ойымша. Сондықтан жалпы журналист барлық діни, ұлттық, қалай дейміз, сондай ұйым, саяси, әртүрлі ұйымның бәрінен тыс болу керек. Сонда ол сонда объективті дүние жасай алады. Ал енді мен өзім бір партияның мүшесімін. Мысалы, бір партияның мүшесімін, ал енді мен қалай объективті не жасай алам? Мен сол партияға бәрібір бүйрегім бұрады. Болмаса мен бір қауымдастықтың мүшесі болсам, мен онда сол қауымдастықтың адамымын деген сияқты. Сол себептен жалпы журналист ешқандай қауымдастықтарға, ұйымдарға кірмеу керек деп ойлаймын да. Бірақ мен сол Фейсбуктегі постыңызды оқығаннан кейін бір сұрақ қойғым келді. Сіз корреспондент журналистерді айтып тұрсыз ба, әлде бізде аналитика жасайтын, сараптамамен айналысатын журналистер де бар ғой? Жоқ, барлығына қатысты. Оларда кейде ортақ құндылықтарды, мысалға балаларды қорғау сияқты бір қорғау құндылықтар болады. Жоқ, мысалы Ардақ, егер балаларды қорғауға қатысты болса, мен адам ретінде сіз де мен бәріміз қол қоя аламыз оған. Мысалы мен көптеген петицияларға қол қоямын. Тұрмыстағы зорлық туралы болған кезде қол қойдым, мысалы, өйткені ол жалпы қоғамға қатысты нәрсе. Ол менің адам ретінде, журналист ретінде, азамат ретінде пікірім. Мен оны қолдаймын. Мысалы, бұл тұрмыстағы зорлыққа қарсымын, оған қол қоя аламын да. Я болмаса, мысалы, кейде бір белгілі тұлғаларға қысым жасалған кезде, мәселен Сейітқазы Матаевқа қысым болған кезде, мен Сейітқазы Матаевты қорғау жөнінде, сөз бостандығы, мен ол кезде іс адал тергелуін талап етеміз деген петицияға мен ол кезде де қол қойдым дегендей. Табиғатты қорғауға қатысты да, ондай жалпы адамзатқа ортақ құндылықтар, то есть адам құқығы, бала құқығы, әйел құқығы, жалпы құқыққа қатысты мәселеде біз бәріміз қолдай аламыз. Ал енді бір ұйым бар дейік, мына жерде бір партия, біз адам құқығын ту еткен партиямыз десе, мен оған кірмей-ақ та, мен адам ретінде, жеке адам ретінде де олардың кейбір бастамасын қолдай алам, но бірақ мен ол партияға кірсем, мен уже сол ұйымның мүшесімін деген сөз. Яғни партия емес, соның құндылығын қолдауға болады. Мысалы, Нұр Отан партиясы егер қазір бір керемет ұсыныс айтып жатса, неге қолдамасқа? Мен мысалы Нұр Отанның мүшесі емеспін, бірақ егер олар бір керемет ұсыныс айтып жатса, мен оны қолдаймын. Партияның өзін емес, партияның бір ішіндегі бір авторитеттерін емес, мен конкретно сол партия ұсынып отырған бастаманы қолдасам, мен оны қолдаймын. Жақсы, ал енді тағайындауға келсекші, журналистер мысалға Фейсбукте, әлеуметтік желілерде біреу тағайындалса, мейнстримге айналдырып алғанда, онымен бірге суретке түскен суретін жариялайды да, көлдей мақтау жазады. Бұл журналистке тән емес дедіңіз. Жалпы сол журналистер, сол адам қызметтен кеткен кезде жазса, онда жақсырақ болар еді. Или болмаса бір қысым көрген кезінде сол адамның басына
күн туған кезде, іс туған кезде тура сол пікірінде тұрса, онда өте жақсы. Енді бізде көбінесе оның бәрі жаңағы бір күндік бір тендер алып қалу үшін, бір жерде бір жағынып қалу үшін дегендей болады. Жалпы сондай бір үлкен қызметке мен өзі жақын адамдарым, көңілім жақын адамдар барып жатқан кезде бірақ нәрсе тілеймін. Құдай абырой берсін деп қана тілеймін да, бірақ іштей уже бірандай сол адамдарды, даже жақсы адамдар кейде мен қимай да қалам да, өйткені бір ертең бір абыройсыздыққа ұрынып қалады ау деген сияқты. Бұлай енді адам жалпы этика жағынан да біреуді мақтау, бізде былай қарайды да, жаңа типа жақсының жақсылығын айт, нұры тассын деген, бір-біріміз мақтағанда тұрған не тұр деген сияқты. Сен жай басқа адамдарды мақтай бер, өзіңнен қызмет иерархиясы бойынша жоғары тұрған, өзіңнің бір күнің түсетін адамды мақтау, ол бәрібір этикет бойынша дұрыс емес деп ойлаймын. Осы орайда жалпы жас журналистерді дайындау, тәрбиелеу туралы ойыңызды білсек. Мысалы, мен өзім мамандығым филолог, негізі журналист емеспін. Қызмет жолында да жақында бастадым. Мен жалпы журналистикаға келуді армандадым 4-ші сыныпта. Бірақ 11-ші сыныпқа барғанда менде журналистика мен филологияның арасында таңдау болды да. Көп адамдардан сұрадым, сонда маған филологияға барсаң сен сауатты боласың, сен күшті болып кетесің деп солай ақыл кеңес берді. Мен сол филологияға келдім. Мен бір әріптестерім ренжуі мүмкін. Мен көптеген әріптестерім журналист болу үшін міндетті түрде журналистика факультетінде оқу керек деп айтады. Мен керісінше айтамын. Егер шынымен журналист боламын деген адамға нақты журналистика факультетінде оқу шарт емес деп айтамын да. Бірақ ол журналистиканың негізгі ережелерін, талаптарын білу керек. Курстар бар, басқа дегендей. Оның орнына белгілі бір салаға маманданса, ол әлдеқайда артықшылық деп есептеймін да. Кез келген адам журналист бола алады. Бізде өкінішке қарай журналист болу үшін міндетті түрде бір тіл байлығың керемет болу керек деген сияқты, журналистика бір ерекше қабілет деген сияқты, ол бір талантты қажет етеді деген сияқты бір жалған осындай бір түсінік бар да. Негізі олай емес. Кез келген адам журналист бола алады. Кез келген адам онан келеді. Жазу да солай. Мен балаларым, мысалы, мен ондай көркем сөйлей алмаймын, қиналам деп айтады. Мен бірден айттым, көркем сөйлеу шарт емес. Ойыңды қарапайым жай сөзбен болса жеткізіп айта білу маңызды. Сосын журналистиканың қазіргі, енді бұрынғы кезден де бар ғой, оперативтілік, анау-мынау дейміз, объективтілік, қазіргі несі, мысалы, тексерілмеген ақпарат таратпау, ешкімге зияныңды тигізбеу, қарапайым, мысалы, этиканы сақтау, адам құқықтары жөнінде жалпы ортақ декларация дейміз, журналистік этика талаптарын сақтау болды. Басқа ешқандай ереже жоқ, ол әр адам сақтауы тиіс нәрселер да, то есть біреудің құқығын аяққа таптамау, біреуге зиянын тигізбеу. Әр адам өзі шынымен де сол салада жұмыс істегім келеді десе, ізденсе, кез келген саладан адам өзін таба алады. Бұл әсіресе қазіргі заманда, бұрын мысалы біреу 5 жыл оқып инженер болса, ол өмір бақи сол бір 5 жылдық дипломымен өмір бақи инженер болып өте бере алатын да. Қазір олай емес қой. Қазір мысалы әсіресе журналистика бізге күн сайын оқуды, үйренуді талап етіп жатыр да. Мысалы, мен өзім ұлан газетінде мысалы бізде болды жас тілшілер, басқа саладан келіп, бірақ өте жақсы журналист болып кеткен жас тілшілер болды. Мысалы, Таңшолпан Төлеген, болмаса Мейірман Ілес, мысалы, олар мүлдем бір информатика саласында оқыған адамдар, бірақ та жазу қабілеті, жаза алу, ол әр адам жаза алу керек та. Қазіргі заманда ол өте қажет нәрсе ғой. Мысалы, әркім әлеуметтік желіде парақшасын жүргізеді, басқа дегендей. Сондықтан мен өзім жеке пікірім, кез келген адам болам десе, кім болам десе де бола алады деп қараймын да. Ешкімге шектеу қоймау керек, сен мынаны бола аласың, бола алмайсың. Жалпы бұл нәрсе дұрыс емес екенін түсінуіміз керек те. Біз мысалы балаларымызға да бағыт берген кезде, ой, сен өнерге қырың жоқ, сен ол салаға бара алмайсың, я болмаса сен есеп дұрыс шығара алмайсың, сен нархозға оқи алмайсың деп қараймыз ғой, ол дұрыс емес. Мүмкін баланың ішінде басқа бір, оның өзінің қалауы болса, кез келген саланы алып кете алуы мүмкін да, біз соны ескермейміз. Сол дұрыс емес негізі. Мысалы, қазір осы жаңа балалар туралы айттық. Балаларды осы журналистикаға дайындайтын, жазуға машықтандыратын бір курстар, мастер-класстар көп көбейіп келеді. Көбейіп келеді. Жалпы мысалы баланың сондай бір курстарға, сондай бір орталықтарға беру, сондай бір қырын ашу деген сияқты мәселеге қалай қарайсыз?
пайдасы болмаса зияны жоқ. Мысалы, мен былай айтам да, балаларға бірінші курстан бастап, ең болмаса күнделік жазыңдар деп айтам да. Күнделік жазғанда басында жазуым мүмкін, бүгін таңертең 7-те тұрдым, 9-да шықтым, автобуста адам көп екен, пробка болды, анау мынау жаза беруің мүмкін. Сен қолыңмен жазасың ғой, қолмен жазған кезде адам қолын шаршайды ғой. Сен уже соңында ең негізгі ана нәрсені жазатын боласың да. Негізгі ойыңды ғана жазатын боласың. Біртіндеп қысқарады да. Мысалы, Герольд Бельгер 2-ші класстан бастап күнделік жазған адам. Мен мысалы Бельгердің күнделіктерін өте көп оқыдым, әлі күнге дейін оқимын. Өте қысқа нұсқа, прям қоғамның айнасы деп айтуға болады Бельгердің күнделіктерін. Мен осы «Өтеді өмір осылай» деген кітабы, сосын «Казахское слово» деген екеуін оқып отырып, сол уақытта болып жатқан оқиғалар көз алдымнан өтіп жатты да. Өйткені еш нәрсе назарынан тыс қалмаған, қысқа нұсқа, бір ауыз сөзбен бағасын беріп жазғанда. То есть бұл ең баланы баулудың ең жақсы жолы осы. Сосын қазір ред клабтар дейді ғой, мына кітаптарды оқып, соны айтып, любой салада бала ойын жеткізіп айта алуы маңызды да. Қазір балалар ойын жеткізіп айтуда қиналады. Мен өзімде былай жаңа балам болғаннан кейін білем, ойын жеткізіп айтулар балалардың өте қиын. Көбінесе жаңағы сөз таба алмай, қиналып, сөйтіп айтып жатады да. Сол жағынан балаларға керісінше сондай және әр тілде, қай тілде болса да, қазақша болса қазақша, ағылшынша болса ағылшынша, орысша болса орысша, сол мәселе бойынша ойын жеткізіп айта алатын мүмкіндікті беру керек деп ойлаймын да. Жақында мен бір Назарбаев мектебінде оқитын Камила деген бір қыздан сұхбат алғам. Сол қыздың ойын жеткізіп айтуына, ой түюіне вообще керемет риза болдым да. Қазақ тілінде? Жоқ, орыс тілінде болды сұхбат. Бірақ ол қыз Америкада именно креативный письмо дейді ғой, сондай курс оқып келген екен да былтыр. Сосын жаңағы бәрі бір бөлек та, жеткізіп айтуы, даже мен кейбір болған дейін естімеген, даже ересек адамдар айтпаған пікірлерді естіп, сол кішкентай, енді 11-ші класс оқитын қыз ғой, қатты риза болдым. Сондықтан ойды жеткізіп айта білуге үйрету керек те. Балаға пайдасы тиетін курс болса, оның ешқандай зияны жоқ. Ол баланың журналист болуы шарт емес. Ол мүмкін экономист болатын шығар, мүмкін ол қаржыгер болатын шығар, мүмкін программист болатын шығар, бірақ адамның ойын жеткізіп айта алу деген бұл өте үлкен қабілет. Мысалы, неге мысалы бәленбай академик бар, бәленбай дәрігер бар, бірақ біз Төрегелді Шармановты білеміз, неге біз Камал Ормантаевты білеміз да? Одан басқа да сол кісілер сияқты, ол кісілермен бірдей еңбек сіңірген қаншама академиктер болды, бірақ біз ана кісілерді көбірек білеміз. Неге? Өйткені олардың айтуы, үнемі пікірін білдіріп отыруы, ойын жеткізіп айтып жүруі деген сияқты да. Сондықтан ол әр адамға керек қасиет та, ол тек қана журналистке емес, барлық адамға қажет қасиет деп ойлаймын. Соны айтам, қазір мысалға интернетте отырған кезде қарапайым кейбір бәрі емес кісілер айта жатады, бұл деген интернетте отырғандар ақша тауып, инфобизнес, инфоацияндар деген сияқты курс өткізетіндер. Мен айтам, қазақ тіліндегі контент аз болуына байланысты оның қазір қандай түрі шықса да қолдау білдір. Ешкім саған қазір мына заманда ақпараттарды жинап, дөңгелектеп тұрып алдыңа қоймайды. Соған бір ары кеткенде 10 мың, 5 мың теңгеңді берде курсыңа қатыссаң, инвестиция. Ол өзіңнің біліміңе деген инвестиция. Ол тіпті бар дүние, жаңалығы жоқ дүние болса да, ол сенің соның бәрін біліп отырғанның өзінде қайталап ойыңды жинақтауға мүмкіндік береді. Курстарға қатысу, журналист болам деген адамға бір қарапайым нәрсе болу керек та, практика болу керек та. Мысалы, мен 98 жылдан бері деп есептесем болатын шығар, журналист болып жұмыс істеп келе жатырмын. 22-23 жыл болды ма, бірақ мен әлі де қандай курс болса да қатысам. Мысалы, даже элементарно жақында өзім СДУ-да сабақ бергем, Оразай Қыдырбаевтың курсына қатысында өте қатты риза болдым. Тіпті мен үйге келгенде ойландым, осы мен Оразайға бір нәрсе үйрете алдым бекен, осы жарты жыл сабақ бергенде дым үйрете алмаған сияқтымын деп ойладым да. Өзім сабақ бергем 2-3 жыл бұрын. Сол адамның курсына өзім қатысып тұрмын да, сол кезде сондай қатты таң қалдым. До такой степени баланың деңгейінің кереметтігі, курсы деген өте жоғары деңгейде болды да. Мысалы, мен қатты риза болдым. Немесе мысалы өткенде
мына Есенгүл апайдың медиа машық курсында Жансерік Тілеуханға да мен сабақ бергем да СДУ-да. Жансерікті де тыңдағанда кәдімгідей бір өзіме көп мәлімет алдым, көп ақпарат алдым, бір андай риза болдым да. Мысалы, мен өзімнен кішілерден, я болмаса тәжірибесіз, былай өтіл жағынан, еңбек өтілі жағынан тәжірибесі аз журналистерден үйренуге арланбаймын. Өйткені ол менен гөрі бәрібір олар жақсы біледі. Мысалы, менің кезімде, мен журналистикаға келген кезде жаза алу ғана маңызды болды, әдемі жаза алу. Сосын адамдардың әйтеуір тілін тауып сөйлесе алу маңыздырақ болды да. Қазір ол маңызды емес. Ол уже маңызды, но бірақ ол екінші кезекте. Қазір уже басқа машықтар маңызды болып тұр да. Осындай кезде мен жастардан мысалы үйренуге ешқайсынан арланбаймын. Мысалға, бұрын алғашқы подкасттарымыздың бірінде Назгүл Қожабек тіл маманы қонақ болды. Сол кісіге бір ойым болған, айтқан. Бізде жалпы ғылымға жасымен, абыройымен келетін адамдар болады деп. Өте дұрыс емес нәрсе да негізі. Менің жасым, менің аргументім болмауы керек еді. Сол сияқты кәсіпке де эгосы бірінші өсіп кететін. Әсіресе журналистикада бұл жүрмейді да қазір мысалы. Біздің оқығанымыз, үйренгеніміз ол күннен күнге өзгеріп жатыр да. Мысалы, қазір мобилография дейді, жаңағы ойбай, қазір видеоны да білуім керек, аудионмен де түрлі подкасттың программаларын білу. Мен мысалы өзімнің кемшілігімді бірден мойындаймын да. Мен технологичный адам емеспін. Мынандай бір нәрсені түсінуім қиын да. Андай кәдімгі гуманитарный склад ума дейді ғой. Мен мысалы бірдеңені жеткізіп айта алуым мүмкін, жаза алуым мүмкін. Текстовый редактормын, мен мысалы любой бәленбай текстті редакциялап тастауым мүмкін, но бірақ анандай нәрсені алып кету маған қиынырақ. Инфографика жасап тастау басқа деген сияқты. Элементарно бұның бір ғана мысал айтайын, бізде KPI деген бар ғой, жаңағы бір айда не болды, қандай жаңа өсу болды көрсететін. Сонда мысалы бұрын мынандай рубрика аштық, ол оқылып жатыр деген сияқты болатын да. Енді жақында біз 3-ші курста IT университетте оқиды, Нұрлыхан Жұмахан деген өзіміздің жас өлшіміз жұмысқа алдық та. Сосын енді мен айтам ғой, Нұрлыхан, қандай жаңа бізде нелер бар, бір айда қандай өзгерістер бар, соны айтуымыз керек деп жаңа сұрасам, кеше мысалы маған жазып жіберіпті да. Мен мысалы бұл қарапайым нәрсе, но мен білмеймін оны. Мысалы айтады да, бір айда біздің инстаграмдағы парақшамызды 9202 аккаунт оқыды дейді. Бір айда 370 жаңа аккаунт парақшамен танысты дейді. Бір айда жарияланған посттардан 013 аккаунт өзіне сақтап, орта есеппен 5 аккаунт достарына таратты дейді. Инстаграм стористарын ең азы 182-ден 600-ге дейін адам көрді, бізге $20 купон ұсынды деп айтады да. То есть бұл өзі сол саланы білетін адам болғаннан кейін, оған ол оңай болып тұр да. Маған мысалы бұны айтса, маған бұл өте қиын. Оның статистиканы қарау, маған кәдімгі ол бір жұмыс та. Оны мен 100 адамнан звондап, мынау қалай, сонда қай жерін басам деп сұрауым мүмкін да, мысалы. Осындықтан бұндай жағынан жастар бізден гөрі әлдеқайда жоғарырақ. Жасың үлкен деген сөз, сенің тәжірибең көбірек деген сөз, сен олардан артық көп білесің деген сөз емес. Әсіресе қазіргі кезде, қазіргі машықтар тұрғысынан қарасақ солай. Қазір журналистикаға машық бойынша баға беру керек сияқты. Қазір машық бойынша бағалау керек. Кім қалай жазалады, қандай сипатта, анандай бір ойбай, халқым, елім, мынау не сұмдық, жүріңдер бұлын шығай, көтерілейік деген сияқты жазбалар емес. Сен миллион жазба жазуыңа болады, бірақ сен егер ақпаратты тексере алмасаң, ашық дерек көзімен жұмыс істей алмасаң, ақпарат пайдалана алмасаң, онда жаңа жастарға орын босатуға тура келеді. Ертең бәрібір бұл жастар бізді мүмкін қазір егер біз үйренбесек, осы отыра берсек, олар бізді алдағы бір 4-5 жылда ығыстырып тастайды. Солай деп ойлаймын. Айтқаныңыз келсін дегім келіп тұр. Әумин. Әумин.